Сәлем, құрметті көрермен. Мен есімім Ақерке. Әдебиет, кітап сүйер қауым үшін ашылып, түсірілімдер басталған YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл арнада бірнеше ғана шығарылым жасалды осы күнге дейін, бірақ жаңағындай тамшылап теңіз болар дегендей өзімнің оқыған, көрген, білген дүниелермен бөлісіп отыруға тырысып жатырмын. Міне сондықтан араға біраз уақыт салсам да, бүгін сіздерге қызықты бір үш кітаппен бөліскім келіп отыр. Жалпы мен өзім мамандығым әдебиеттанушы болғандықтан, әдеби көркем шығармаларды оқу, оларды зерделеу, талдау, талқылау мамандығыма байланысты деп айтуға болады. Сондықтан кейде басқа мамандық иелері, таныстарым, құрбыларым, туыстарым арасында да осы кітаптарды қалай талдайсың, қалай көресің, кейбір символдарды, кейбір белгілерді, кейбір сюжеттік, мотивтік жаңағындай уровень дейміз ғой, сатыларын қалай сезіп біліп отырасың. Біріншіден, әрине де кітап оқудың бірнеше лайфхактары бар. Ол қарындашпен оқып отыру міндетті түрде стикерлар қолдану, бірақ бұл туралы мен келесі бір шығарылымда айтып өтейін. Бүгін мен әдебиет саласына қызығушылық білдіріп жүрген, бірақ филология факультетінде оқымаған, басқа мамандықтанда десе де бәрібірде осы кітап оқу әлемінде өзінің білімін жаңағындай өзінің талабын асқақтатам деген жандар үшін, оқырмандар үшін топ 3 кітап әзірлеп қойдым. Жалпы біздің каналда басым бөлігі шетел әдебиеті және орыс әдебиеті бойынша шығарылымдар жасалып отыр. Себебі мен ол мамандығыма байланысты, өзімнің жеке талғамыма байланысты. Ал қазақ әдебиеті бойынша міндетті түрде бөлек шығарылымдар болады, бірақ өзімнің ойымша оны орыс тілінде жасаған дұрыс деп ойлаймын. Қазір сіздерге әдеби көркем шығармаларды жақсырақ түсіну үшін, жақсырақ пайымдау үшін, оларды дұрыс талдау үшін. Негізі дұрыс талдау деген сөздің өзі бір шектеулерге әкеледі адамды. Әрине де талдау ол әдебиеттануда әркімнің өз үлесіне берілген құбылыс. Яғни сіз көрген дүниелерді кейбір мамандар да көре бермейді, кейбір сыншылар да көре бермейді. Сондықтан да әдебиет тануда да нақты бір каркас болғанмен, әр оқырманның өзі қосар үлесі көп. Сондықтан да осы ғылым, нақты осы әдебиеттану басқа филология жаңағындай шеңберіндегі басқа бағыттардан ерекше болып көріну содан болар. Өйткені өнерге тым жақын бір ғылым бағыты деуге болады. Мен алғашқы сөзді Михаил Гаспаровтың «Занимательная Греция» деген оқулығынан бастағым келіп отыр. Бұл оқулықты филология факультетінде оқыған студенттер болса барлығы біледі. Себебі осы оқулықтан бәрі басталады. Антикалық дәуір әдебиеті, ежелгі грек әдебиеті, ежелгі рим әдебиеті, ежелгі көне шығыс әдебиеті, ежелгі көне түрік әдебиеті барлығын оқыған кезде біз міндетті түрде белгілі бір оқу құралдарына жүгінеміз. Соның ішінде таңдамалы оқу құралы ретінде Михаил Гаспаровтың «Занимательная Греция» деген кішігірім ғана кітабын ұсынар едім. Қарап отырсаңыздар, бұл non-fiction, яғни танымдық, документалды әдебиет болып саналатын азбука классика сериясымен осындай кішігірім ғана покетбук форматында шығып отыратын кітаптарға іліккен. Жалпы Михаил Леонидович Гаспаров, мына өзі кітаптың артқы бетінде көрсетілгендей, тек қана Ресейде ғана танымал әдебиеттанушы емес, сонымен қатар барша әлемге танымал ғалым, зерттеушілердің бірі. Бұл кітап шыны керек
бұдан бұрын 95 жылы шатаспасам, 95 жылы басып жинақталып шығарылған. Содан бері әлі күнге дейін әр жыл сайын қайта-қайта бастырылып, баспадан шығып келеді. Нақты бұл кітапты мен кезінде кітапханадан алып оқыған болатын. Сондықтан да мына кітап мен жақында ғана 21 жылы шыққан екен. Сиясы әлі кеппеген деп айтуға болады. Баспадан ғана шыққан жап-жаңа кітап. Әлі өзім қайталап оқыған жоқпын, бірақ студент кезімдегі ең таңдамалы, ең көрінеді ме екен мына жерде, ең сүйікті оқу құралдарының бірі болғандықтан сіздерге де ұсынуды жөн көріп отырмын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Видеоның астында қай жерден сатып алуға болатынын бөлек жазып кетемін, сілтемелерді тастап кетем. Мен шатаспасам бұны Wildberries сайтынан тапсырыспен алдырдым. Wildberries сайтында тек қана киімдер емес, сонымен қатар да кітаптардың үлкен ұсынысы бар. Яғни кейбір кітаптарды мен егер жергілікті отандық сайттардан таба алмасам, сол Wildberries'тан Ресейден тапсырыс беріп алдыртамын. Келесі кітап, келесі екі кітапты шыны керек мен 2016 жылы Санкт-Петербург қаласында оқып жүргенде алған болатынмын. Ол кезде бізде бұндай покетбуктар нақты нон-фикшн бағытындағы, әдебиеттану бағытындағы покетбуктар танымал еместін. Әлі күнге дейін отандық кітап дүкендерінде өзі аз ғана кітап дүкендері бар. Солардың ішінен мен көп көре бермеймін. Бірақ міндетті түрде бұлардың барлығын тапсырыспен алдыруға болады. Владимир Набоковтың, біріншіден Владимир Набоков өзі керемет жазушы. Тек қана орыс әдебиетінде емес, Америка әдебиетінің классигі, сонымен қатар әлем әдебиетінде де өз оқырмандарын тапқан белгілі бір қаламгерлердің бірі. Набоков өзі әдебиетпен айналыса отырып, сонымен қатар әдебиеттануда да үлкен еңбек жасап кеткен. 1940-50 жылдар аралығында шатаспасам шетелде не Америкада мүмкін университетте әдебиеттану бөлімінде, филология бөлімінде дәрістер оқыды. Сол жылдары оқыған дәрістері шетел, нақты айтқанда Еуропа прозасының үздік жаңағы шеберлері деген дәрістер болатын. Кейін сол дәрістерді ассистенттері жинақтап, көмекшілері осындай бір кітап қып шығарған екен. Кітап шатаспасам 60 жылдардан бастап, немесе, жоқ, 80 жыл екен. 80 жылдардан бастап кітап жарыққа шығып келеді. Әлі күнге дейін мені қарап отырсаңыздар, қайта-қайта басылымнан түспеуде. Мәселен, мен мысалы осы кітапты 2016 жылы 215 рубльға алған екенмін. Невский проспекттен алған бір кітаптардың бірі. Бұл жерде не жинақталған? Бұл кітап, егер сіз шетел әдебиетін, нақты айтқанда Еуропа әдебиетін оқығанды жақсы көрсеңіз, оның ішінде Джейн Остин, Чарльз Диккенс, Стивенсон, сосын тағы кім бар? Флабер, Кафка, Пруст, Джеймс Джойс, яғни яғни шетел Еуропа әдебиетінің прозасын сүйетін, оны одан жақсырақ түсінуге тырысатын, және де жалпы қызықты әңгіме оқығысы келетін адамдарға осы кітапты міндетті түрде қарап көруге кеңес берер едім. Себебі Набоковтың дәрістері өзінің бір керемет эстетикасы бар. Бұл жаңағыдай ауыр ғылыми тілде жазылған дәрістер емес, жалпыға ортақ, қолжетімді, түсінікті, әдемі, көркем жеткізілген дәрістер жинағы. Қарап отырсаңыздар, ішінде аз да емес, көп та емес, бірақ 1-2 күнде қарап шығуыңызға болады. Немесе осы кітаптардың барлығы мен бүгін көрсетіп отырған 1-2 күнде оқып шығу міндетті емес. Бұны үстеліңіздің үстіне немесе жастығыңыздың астына қойып, күнде 1-2 беттен қарап шығуға. Немесе мысалы мен осы Набоковты оқып жүрген кезде кейбір Джейн Остин кітаптарын оқымаған болсам, Набоковтан қарап аламда мынаны оқып көру керек екен деген сияқты, сондай өзіме мотивациялық кітап болған. Және
Набоковты айттық, Гаспаровтың антикалық дәуір әдебиетін айттық, яғни кішкене шетел әдебиетін айқындап тұратын екі оқу құралын тапқан сияқтымыз. Енді өзімнің мамандығым бойынша ерекше сүйіп оқыған, әлі де үстел үстінде, жастық астында, барлық жерде өзімен бірге алып жүретін кітаптардың бірі Юрий Михайлович Лотманның «Беседа о русской культуре» деген кітап жинағын ұсынғым келіп отыр. Неге? Себебі бұл кітап кез келген филолог үшін қай салада болмасын, қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, шетел әдебиеті, Европа әдебиеті, Америка әдебиеті, кез келген филолог үшін міндетті бір оқу керек оқу құралдарының бірі. Себебі орыс әдебиетінің классикасы, білесіздер, әлемде мойындалған. Бұл жалпы әдебиет деген бір ұлтқа байланып қалмайды ғой. Сондықтан да баршаға ортақ бір дүниелері бар. Пушкиннің, Толстойдың, Достоевскийдің, бірақ олар орыс тілінде, орыс контекстінде жазылғандықтан кейбір дүниелерді, оның үстінде 19-18 ғасыр жазушылары болса, кейбір дүниелерді түсіну қиынға соғып жатады. Мәселен, мынандай дүние бар. Мен осы бірінші курста осы кітапты алған кезде карточная игра, яғни карта мен ойын орыс ақсүйектерінің арасында қаншалықты маңызды болған және оның өзіндік бір мәдени функциясы болғанын осы кітап арқылы біліп, Достоевскийдің «Игрок» романында қолданған болатын осы білімді. Содан кейін Александр Сергеевич Пушкиннің «Пиковая дама» деген кітабында, кітап оғында кішігірім ғана повесть немесе әңгіме, сол жаңағы шығармаларды жақынырақ, жақсырақ тануға көмектескен кітаптардың бірі. Бұл кітапта тек қана карточная игра емес, мысалы қарасаңыздар, бал, сватовство, брак, развод, дуэль, искусство жизни, итог пути. 18-19 ғасырға тән тұрмыс салтын, сана сезімнің ерекшеліктерін тәптіштеп, әдемілеп жазып, оның үстіне көркем шығармаларды қолданған Юрий Михайлович Лотманның осындай «Беседа о русской культуре», быт и традиции русского дворянства қарасаңыздар, міне тағы да покетбук форматында табуға болады. Осындай non-fiction үш кітапты ұсынып сіздерге кішігірім ғана презентация таныстырылым жасаған сияқты болдым. Егер әдеби шығармаларды тереңірек түсінгіңіз келсе, филология факультетінің студенті болсаңыз, немесе журналистика факультетінде оқысаңыз, немесе оқырман, кітап сүйер, кітаптың әр күн бір-екі шығарма оқымастан жаңағы ұйықтай алмайтын адамдар болса, онда міндетті түрде осы кітаптарға назар аударып көріңіз. Тек қана бұларды бір оқып шығатын, бір күнде оқып шығатын дүние емес екенін естеріңізде болса, естеріңізде сақтап жүрсеңіздер, бұлар үстелдің үстінде сізге мектептегідей қажетті оқу құралдары ретінде, мотивациялық кітап ретінде үлкен септігін тигізетініне сенімдімін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.